Істедік үлкен жұмысты жақсылап. Ол мына өмірден өткен достарымызға, Құран оқыттық, қыздарға, балдарға бәрін. Ол бір үлкен жұмыс. Мен бағана айттым ғой. Сондықтан біздің мына тағы да қайталаймын. Елге келген бірінші мақсатымыз осы жігіттер мен қыздарға Құран оқыту. Мен ең бірінші теманы сөйтіп бастап едім. Қалған ойын, сауық бәрі ол бола жатыр. Сондықтан енді міне бүгін Бектібайдың інісі Оңғардың үйіне жиналып жатырмыз. Бұл да бір міне тамаша. Мен Оңғарды оңдасында осы үйге, осы көшемен өтем, Бектібайға соған мектепке баратыр. Осы үйде осы балдарды көз алдында өсті. Кішкентай Оңғар бүгін үлкен азамат болып бәрімізді осы шақырып жатыр, бас қостырып. Айналайын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Қосағың мен қосағар мына балдарың өрлі шөрлі үлкен азамат болсын. Айтайын деген. Өте тілектеспін. Мына қазақ бірге айтпайды ғой, жаңағындай. Жатырға 10 бала сыйғанмен былай шыққанда сыя алмайды деді. Міне сендерді мына көрсетіп отырған бір шаңырақта сыйып бір-біріңізге сыйластық білдіріп жатсыздар. Міне бірге туылды. Сондықтан осы мына бірліктерің, ауызбіршіліктерің ары қарай арта берсін, айналайын. Сендердің мына Төлегеновтердің әулетінде. Осындай болып, өмір бойы біз сендерді осылай болып көріп жүрейік әрдайымда. Ағайынды осыны елерім. Мына жоғарыда бүгін отыр, Мақшат ағам келіп отыр. Бұл менің ағам, былай айтқанда. Арамыз 1-2 жас болғанмен де, бұл мені аға деп сыйлаймын. Мен өте қуаныштымын. Ағам уақытысында жаңа айтып отыр, уақытысында шіренген шығармыз деп. Бүгін біздер сыйлап келіп отыр. Мақшат ағам көп рахмет сізге. Сөйтіп мына Зияданың сөзін, жеңгенің сөзін тастамай, баяғыда еске алсақ, ол кезде Мақшат ағам оқып бітіріп келіп жатыр, үйленген уақытында. Есіңде ма? Зияданың өзім қосқан өзім еді. Историясы. Ағама жеңге болсын деп класстасың. Содан бір план құрдық. Айтып берейін Мақшат аға, ренжімеңіз. Қалай алып қашу керек Зияданы?